Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, мұғалімдер. Мен бүгін сөздердің байланысу формасы немесе байланысу түріне байланысты бізде қазақ тілінде 5 түрі бар. Соны өзімнің лайфхагымен тез әрі оңай жаттап алған үлгісімен көрсеткім келіп тұр. Осындай кішкентай ғана дәптердің жарты бетін құрайды, көріп тұрсыздар. Енді сіздерге түсіндіріп кетейін. Сөздердің синтаксистік байланысу формасы немесе байланысу түрі 5 түрге бөлінеді, білесіздер. Оның негізгі күрделі ережесі осылай аталады. Мысалы, қиысу дегеніміз ол бағаныңқы баяндауыштың басыңқы бастауышпен грамматикалық мағыналарына қарай тұлғаланады. Бұл жерде көп кітаптарда ереже осылай беріледі. Бұған қарап, көптеген оқушылар, тіпті мұғалімдердің өзі де түсінбей қалуы мүмкін. Бағаныңқы дегенне, бастауыш дегенне, оны да еске түсіріп өтейік. Мысалы, мен көрдім деген сөйлемді алайық. Бұл жерде көрдім деген басыңқы болып тұр. Аты айтып тұр, иә? Ең оңай тәсілмен сіздерге түсіндіріп, жеңіл тілде түсіндіретін боламын. Соңына дейін видеоны көріңіздер. Мысалы, мен көрдім. Көрдім, бұл жерде бізде басыңқы болып тұр. Басыңқы, ал кім мен оған бағынып тұр. Яғни бізде үнемі сөйлемнің соңында келетін сөз міндетті түрде басыңқы болады. Бұл басыңқы, ал мен оған бағынып тұр. Яғни қимыл атауы үнемі бізде басыңқы рөлін қызметін атқарады. Енді сіздерге күрделі ережені тоқталып қысқаша өтейін, сосын ең оңай өзімнің лайфхагымен сіздерге былай бөлісетін боламын. Келесі матасу. Басыңқының бағаныңқымен немесе бағаныңқының басыңқымен тұлғаланып байланысуы. Айтып өтейін, бұл ережелер бізде көбінесе университет қабырғасында осындай ғылыми терминдермен айтылуы қажет. Немесе келесі меңгеру. Меңгеру дегеніміз сөз тіркесіндегі бағаныңқының басыңқымен септік жалғаулары арқылы, бірақ барлық септік емес, ілік септігінен басқа септіктер арқылы байланысуы. Келесі қабысу. Қабысу дегеніміз бағаныңқының басыңқымен жалғаусыз қатар тұруы. Және соңғысы жанасу, бағаныңқының басыңқымен жанаса байланысуы. Енді бұны біз қалай өзіміздің оңай тілде түсініп алуымызға болады. Ендеше мына пунктке көңіл аударайық. Ең бірінші қиысу. Қиысу дегеніміз ол бастауыш пен баяндауыштан ғана тұрады. Мысалы, бағана айтып кеткен мен көрдім, мен келдім. Қиысуды біз қалай есте сақтап қаламыз? Мысалы, қиысу қиып тастайды. Мысалы, бізде үлкен күрделі сөйлем болды дейік. Мысалы, мен кеше ауылдан келдім. Бұл жерде бізде баяндауыш қайсысы? Келдім. Кім келді? Мен келдім. Бұл жерде бізде қиысуды тап десе, мен келдім. Енді қараңыз, бұның қиысу, бастауыш пен баяндауыш қалай десеңіз, біз үнемі қиысуда қиып тастаймыз. Басы мен соңы ғана қалу керек деп жаттап алсаңыз болады. Сонда қараңыз, мен келдім. Қараңызшы, мына жердегі сөзді біз қиып тастадық. Сол кезде мен келдім қиысу шығады. Тек қана бастауыш пен баяндауыштан ғана тұрады. Келесі матасу. Матасу ілік пен тәуелік жалғау арқылы жасалады. Матасу ілік септігін қажет етеді. Мата түбірі мата ғой, өзіміздің жеңіл тілге аударып алсақ. Мата, ал ілікті біз ілгек деп мен жаттап алдым. Сонда бізге матаға не керек? Міндетті түрде ілгек керек. Сонда мата ілік септігін үнемі қажет етіп тұрады. Мысалы, айнаның нәрсесі. Бұл жерде бізде ілік септігі тұр. Ілік септігінің жалғауы тұрса, демек бізге матасу деген сөз. Келесі меңгеру. Бізде меңгеру бағана айтып кеткен ілік септігінен басқа септіктердің барлығын қажет етеді. Оның ішіне бізде барыс, табыс, жатыс, шығыс және көмектес септіктері кіреді. Сонда оған мысал ретінде өнерге жақын немесе тағы қандай мысалдарды алуға болады. Айнұрды тапты. Кімді тапты? Айнұрды. Немесе балабақшадан келді. Қайдан келді? Балабақшадан. Шығыс септігін қажет етеді. Осылай біз бірнеше мысалдарды келтіре аламыз. Ал меңгеру дегеніміз, меңгеру көп, иә? Меңгеру керек. Мұнаның барлығы көп бізде. Бізде 7 септіктің осында 5-еуі кіріп тұр. Немесе 6-ау атау септігін қосқанда. Оның барлығын не істеу керек? Меңгеру керек. Демек, меңгеру деген, бұл көп қой. Демек, бұған бізде септіктер кіреді деп жаттап алуымызға болады. Келесі қабысу. Қабысу дегеніміз ол да өте оңай. Ол қандай қалай деген сұрақтарға
тұрып міндетті түрде орын тәртібімен немесе іргелес тұру арқылы жасалады. Ол қалай? Қабысу деген бұнда да ат айтып тұр. Бір-бірімен қабысып қалады. Мысалы, қызыл кітап деген мысалды келтірейік. Қызыл кітап екенін сезу деген сөйлемді алайық. Бұл жерде қызыл кітап бізде қабысу. Қараңыз, біз қабысудың ең үлкен ерекшелігі орын тәртібімен, яғни кезектесіп екеуі бірге тұрады. Арасына ешқандай сөз болмайды. Мысалы, қиысуда бізде арасында сөздер болды ғой. Біз оны былай қиып тастап, мен келдімді қосып алдық, иә? Ал қабысуда біз ешқандай сөзді қиып қажет етпейміз, міндетті түрде бірге тұрады. Міне қабысу бір-бірімен жабысып қалған, немесе қабысып қалған деп жаттап алсақ болады. Іргелес тұрып, немесе орын тәртібі деп осылай ережені көрсетеміз. Яғни бізде сөйлемді құраған кезде қызыл кітап деген мағыналас сөздер тұрса, біз оны сөз тіркесін шығарған кезде бұл қабысу ғой деп бірден айта аламыз. Себебі екеуі бірге тұр. Ал жанасуда мүлдем керісінше, қабысудың арасында ешқандай сөз болмайтын болса, жанасуда керісінше болуы мүмкін. Мысалы, кеше келдім. Бұл жерде қараңыз, кеше келдім бізде пысықтауыш пен баяндауыш арқылы жасалады. Бұны да осы формуламен жаттап алуға болады. Қашан келдім? Кеше келдім. Мысалы, ауылдан келдім десек, бұл жерде қандай? Бізде шығыс септігі тұр. Бізде онда меңгеру болады. Ал кеше келдім десек, онда бізде жанасу болады. Қашан? Кеше. Оның да үстеумен байланысты екен, яғни үстеудің сұрақтары қандай? Демек, жанасуда да дәл солай болатындығын жадымыздан шығармамыз керек. Қабысудың сұрақтарында қалай сұрақтар қойылатын болса, жанасуда үстеудің сұрақтары қойылады. Міне достар, оқушылар, әріптестер, осылай сөздердің синтаксистік байланысу түрін, формасын осылай өзіміздің миымызда, санамызда күрделендірмей, жеңіл жолмен үйреніп алуға болады. Видеоның соңына дейін қарасаңыздар рахмет. Тағы да қандай видеоны күтесіздер? Соңына дейін пікір қалдырып, лайк басып, комментарий білдіріп, өз ойларыңызды ашық айтып кетіңіздер.